тектіден текті туады, тектілік негіз қуады дейді. Романдағы тектілік тақырыбында ой бөлісуге Әлби Жангелдин атындағы қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Насанбаева Жанар Темірханқызын қосамыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті инста оқырмандар. Мен қазір қарап отырмын, бізді 17 оқырман тыңдап отыр екен. Белсенділікте өте жақсы болып жатыр. Әсіресе мына Сүйінбаева Гүлсім деген оқырманның пікірін жазып алғанмын. Абай жолы әдебиеттің құнды капиталы деп баға берген екен. Көп рахмет айтам. Расында да қазақ түгілі әлем таныған жазушылар, мысалы Бенджамин Матип неткен ғажайып халық деген екен Абай жолын оқығаннан кейін. Ал Константин Федин өзінің қалай қазақ болып кеткендігін білмей қалдым дейді. Толстойды оқымай орысты тану қиын, Бальзакты оқымай французды тану қиын болса, Абай жолын оқымай, Әуезовті оқымай қазақты тану мүмкін емес. Кішкене толқыптап отырмын, себебі сондай ұлы халықтың 50 жылдық тағдырын, тұрмысын, салт дәстүрін, бойындағы қазақы қанын суреттейтін роман-эпопеяны ұлы ақынның өмірі туралы тебірене айту, ол кез келген адамға да үлкен толқыныс деп ойлаймын. Енді жаңа Айтоне деген оқырман бар екен, алғашқы сөзімді осы оқырманның сұрағына жауап беріп өтті. Інжу әріптесімде, Рамазан оқушымызда Құнанбайдың Абайға көзқарасы туралы көркем шығарманың сәтімен тарихи шындықты қатар қарастырамыз ғой. Сонда Мұхтар Әуезов басын бәйгеге тікті бұл шығарманы жазу барысында. Қуғындалды, сотталды, абақтыға жабылды. Оның ойында қорқыныш болған жоқ бойында. Тек қана басты мақсаты Абай жолы қалай да жарыққа шығу керек деген ой тұрды. Сол үшін жанкешті жайттарға да төтеп берді деп айтуға болады. Енді біз оның барлығын абайтанушылардың еңбегінен зерттеп біліп отырмыз, және де Абай жолын түсіндірген кезде оқушыларға осыны қатар сабақтастыра айтып отырамыз. Яғни Құнанбай образына жаңаша көзқарас деген. Сондықтан бұл жерде Айтоне деген кейіпкер өз екінші сөзінде айтты, бұрмаланған деген дұрыс пікір. Құнанбайдың образы бұрмаланып берілген. Енді тікелей өзімнің айтар пікіріме көшетін болсам, қазіргі таңда бізді келер ұрпақтың тағдыры өте қатты алаңдатады. Оған көптеген мысалдар бар. Соның бірі азаматтық неке. Яғни бұл неге апарып соқтырады? Бұл отбасы құндылығын жойып жіберуге және тексіздікке апарып соқтырады. Абай жолын оқыған әрбір жас өрен бұндай некеге қарсы шығады ғой деп ойлаймын. Сонда тектілік неден бастау алады? Мысалы, Абайды білесіздер сіздер 15 жасында алғашқы некесін қиды. Өрде деген бөлімінде болу керек Абай жолының. Сонда Абайдың күйеу жігіт ерекше киінген сал-серілер сияқты қызыл мақпалдан тігілген, ою өрнектелген шапан, шалбарымен, биікті өкшелі етік, басына үкілі бөрік киеді. Абай бұны киюден бас тартады. Қарсылық білдіреді. Ал ол қарсылықтың астарында не жатыр? Яғни, Ділдаға бас қосуға іштей қарсылығы бар. Өйткені ол әкелердің, яғни Алшынбай Ділданың атасы мен Құнанбайдың уағдаласуы бойынша болған неке еді. Мен өте жақсы сұхбат болып отыр еді. Қазір қайта қосып отырсаңыз. Арада бір оқырман жазып отыр екен, Жанар сені тыңдағанда шөлім қанғандай боламын, Абайдың рухы қолдасын дейді. Шындығына келгенде бұл өте дұрыс айтылған екен. Бұл арада Жанар мен Жанарды тыңдаған кезде шөлім қанғандай болады. Жанар көп жерлерде өзінің ойын, пікірін анық нақты айтып, адамның жүрегіне жол тауып сөз табатын қыздың бірі. Қосылып жатыр Жанар. Кешірерсіздер, техникалық кедергілер. Сонда Абайды көндіруге Зере әжесінің бір ауыз сөзі жетіп ақ жатады. Әжесі айтады, әкесі күйеу жігіт, анасы қалыңдық болып көрмеген бе деп айтады дейді. Ел не дейді дейді. Сонда бұл сөздің астында қандай астар жатыр? Яғни сен көргенді жердің, салт дәстүрді сыйлаған баласы болсаң, бұл киімдерді киюің керек деген сөз жатыр ғой. Содан ауылға бір топ аттылар келе жатқан кезде, соның ішінде анадайдан үкілі бөрігімен, қызыл шапанымен,
күйеу жігіттің кім екені көрініп тұру керек қой, сондай мақсатта киіндіреді. Шынымен де абайдан бір жас үлкен Ділданың жасы, және де өзі тәкаппарлау, өйткені Қазбек бидің ұрпағы, Алшынбайдың немересі, міне сондай тәкаппарлығы бар, бірақ оның тектілігі басым еді. Себебі кейін Абай мен Ділданың некесінен өздеріңіз білесіздер тарихтан, Әбдірахман, Мағауия деген әдебиетте аты қалған ақын балалары дүниеге келген еді. Міне тектіліктің көрінісі деп осыны айтуға болады. Ал қазіргі таңда жеңіл-желпі отбасына қалай болса солай қарап жүрген, азаматтық некені бірге тұру деп сылтау еткен жастар Абай жолының осындай құнарлы сәттерін бойына сіңірсе, ондай нәрседен аулақ болады ғой деп ойлаймын. Енді екінші некесі Абайдың Әйгеріммен бас қосты. Әйгеріммен бас қосқанда, Әйгерімді текті жердің қызы, белгілі Мамай Батырдың ұрпағы болады, тікелей ұрпағы. Одан да дүниеге келген балалары, 5 баласы дүниеге келеді. Ер балалар білесіздер, тарихта аты қалған Ақылбай Абайұлы Құнанбаев. Сондай кейін осы Абайдың шығармаларын зерттеп, Мұхтар Әуезовке көп көмегін берген балалары осы Әйгерімнен тараған еді. Бұл жерде неге айтам, неге тоқталып отырмын? Сол Абайдың бір ғана өмірі арқылы біз тектілікті, салт дәстүрді, ата-ананың сөзін жерге тастамайтын саналы ұрпақ өсуіне осы Абай жолы үлкен бір даналықтың жолы деп білемін. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сені тыңдауға көп адам жеке сіздің келгеніңіз танып жатыр. Сіздің айтарыңыз көп, тыңдарым көп дейді. Жаңа бір оқырман жазған екен, жаңа сені тыңдасам шөлім қанғандай боламын дейді. Абайдың рухы қолдасын деген екен. Мен айтқан. Рахмет. Отырып, әлде айтарыңыз бар ғой деп, мысалы енді осы Абай жолы романында айтылады ғой, Абайды жаңағыдай дәретсіз емізбеген екен дейді. Тектілік Абайдың әрбір сөзіңіз алдыңызда, кешірерсіз, жері үзіліп кете ма деген қорқыныш бар да, тез-тез сөйлеуге тура келіп тұр. Тектілік деген Абай жолының өн бойында толып тұр. Дұрыс айтасыз, ол термелерде де айтылып жүр ғой, анасы Абайды дәретсіз емізбеген деп. Ол тек қана Абайды емес, барлық баласына да сондай құрметпен қараған. Ұлжан ана деген ең үлкен образ. Өзі бей шешеннің қарындастары болған, ата бабасы ұрпағымен бей шешен болған екен. Айтқыш, ол сөзі мірдің оғындай. Бірақ қанша жерден шешен болса да, Ұлжанның бір ауыз ашып көрген жері романда айтылмайды. Себебі ол Құнанбайды сыйлағандықтан. Көрдіңіз бе? Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық дегендей ғой. Сонда ол үйдегі отағасын сыйлаған. Оның алдына түсіп, сол жүр ғой елдің билігінде. Мен оның алдына түсіп озбай-ақ қояйын деген үлкен тектілік. Енді қайтқанда бөлімін ала береміз ғой. Өйткені Абай жолының ең алғашқы бөлімі бүкіл оқырманға таныс. Сонда да Абайдың ауылдан сағынып келіп, анасын құшақтағысы келгенде, анасының ана жерде әкең тұр ғой деген сөзі қандай тектілік жатыр. Міне осындай бұның барлығы тектілік. Сондықтан да Абай жолын міндетті түрде 5 рет әрбір қазақ баласы оқу керек, әрбір ұлтжанды азамат оқу керек деп ойлаймын. Және де жаңағы інжу әріптесімнің сөзіне тағы кішкене қоса өткім келеді. Әйелдер образы туралы айтты ғой. Еркежан деген, Оспан деген інісінің келіндей алған жары деп, бөлек отау қылып ұстаған деп. Бұл Абай ақынның қамқорлығы ғой, ағайындарына, бауырларына деген. Және де осы Еркежан барлық отбасындағы қиындықтың бәрін бір өзі өткерген қайсар әйел. Өйткені Құнанбайды жерлеу, Ділданы жерлеу, Әйгерімді, Абайды жерлеу рәсімінің барлығын елдің батасына бөленіп бір өзі өткерген осы кісіге түскен Еркежанға тарихшылардың зерттеуіне сүйенсек, сонда бұл қазақ әйелі қандай қиындықты да көтере алатындығы, ұрпақ үшін әруақты сыйлайтындығы, бұл да үлкен тектілік қой. Сондықтан осындай текті елдің ұландарымыз, ұрпағымыз соны мақтан тұтайық. Абай жолын таусып болу мүмкін емес. Бұл өмір бойы жалғасатын, күн сайын жалғасатын рухани әңгіме. Сондай сәтке ойыстырып уақыт бөліп отырсыздар, рахмет айтам. Және бір көп балалы ана жазған екен пікірлерде. Біз сияқты көп балалы аналарға ғибратты әңгіме болып жатыр. Үлкен рахмет сол кісіге.
дұрыс айтып отырсыз. Айтылатын сөз көп қой, бірақ тыңдайтын оқырман да санаулы деген сияқты. Мына жерде оқырмандардың да саны артып келе жатыр екен. Көп рахмет айтамын. Бұл сіздердің абай жолына, ұлттық құндылыққа, елбасы айтқандай 21 ғасырдағы абайды жаңғыртуға қосқан үлестеріңіз деп білемін. Оқы бес рет оқысаңдар артқан деп тұрсыз ғой. Енді әр оқыған сайын оның әр жаңағы жаңғырып, әр оқиға адамға басқаша ой салатын болып тұр ғой. Мысалы, мектеп жасында оқысаңыз абай жолын, сіз мектеп басындағы баланың деңгейінде ғана қабылдайсыз. Студент кезде оқысаңыз, бозбала жігіт ретінде қабылдайды екенсіз. Мен өзім басына өткесін айтып отырмын. Кейін отбасы болғаннан кейін оқысаңыз, сіз әке мен ана тұрғысынан қабылдайсыз. Көрдіңіз бе? Ал ертең 50 жасқа келіп, сондай шақта оқысаңыз, елді қалай ақыл айтып, елге қалай жақсы үлес жаңағы пайда келтіруді. Енді ол кезде зейнеткерлік жасқа жақындап қаласыз ғой. Дегенмен сіздің болмысыңыз, сіздің ақыл кеңесіңіз ортаға қандай қажет екендігін сезіне аласыз. Енді берса қарттыққа әже болып, балаларға, немерелерге оқып беруге жазсын әр қазаққа дегім келеді. Оқыған сайын сол өзіңнің жасыңа қарай сен де өсіп отыратын дейсің ғой. Сонда кеңес бересің ғой. Кеңесіңе рахмет. Бір оқушы оқырман сұрақ қойып жатыр екен, Жанар апай, сіздің жолыңызды қойып жүрген оқушыларыңыз бар ма дейді. Қазақ тілі әдебиеті пәні бойынша ма? Бұл жеке сұхбат болып кетті ғой, абай жолынан алыстау. Дегенмен жауап беріп көрейін. Енді мен өзімнің шәкірттеріме мақтан аламын. Олар қазіргі таңда Ақтөбе қаласында жұмыс жасап жатқан Жырбаева Әсел деген оқушым бар. Мен ол балаға сабақ беріп көрген жоқпын. Замендерге кіріп жүргенмін. Сырттай мені ұстаз қылып, солай әлі күнге дейін біз байланыстамыз, отбасылы болсақ та. Және де тікелей өзімнің шәкірттерім білім берген Жақсылықова Назерке деген оқушым бар Ақтөбе қаласында. Орыс тілді мектепте қазақ тілінен сабақ береді. Әзірге мақтан тұтарлық осы екі оқушым. Жалпы кез келген адам өзіне дәріс берсе де бермесе де бір кезде өзіне үлгілік ұстады негізі. Осы шығармашылығымыз дамып жаңағы беретін тағы да сіздерге келіп жатыр екен. Осындай беретін ой пікірлеріңіз көп болсын тұжырымда. Жалпы басатыңыз еліңізге саулық тілейміз, еңбегіңізге табыс тілейміз, Жанар. Мен айтпаңыз кетсін. Рахмет. Абай жолында тағы да оқуға түрткі бола алдыңыз дейді. Мен нағыз конференцияның негізі мақсаты осы болатын, Жанар университетінің пікірлеріңіз арқылы мына осы пікірлерінің бәрі оқуға ниет етіп дұрыс айтасыз. Біздің мақсатымыз да осы. Үйде болыңыз, абай жолын оқыңыз дегіміз келеді. Сырттай ұстазым болдыңыз ғой, сабақ бермесеңіз де Жангүл Ақберген қызынан дейді. Әріптесім ғой, доспыз екеуміз рухани. Рахмет бәріңізге де. Сұрақ болмаса? Рахмет, Жанар. Сен жеке өзіңе шығармашылықта осындай бір өткізсек саған қоятын сұрақтар көп сияқты негізі бізді қосып болады екен. Абайдың туралы пікіріңіз дейді, сізге қайтадан сұрақ келіп жатыр. Абайдың пікіріңізді айтыңыз дейді. Жақсы. Жаңа Рамазан деген жақсы мақтан тұтатын оқушымыз өте керемет айтып өтті. Мен сол кезде жазбаша түрде пікірімді білдіріп отырдым. Енді сұрасаңыз айтайын, ұлттық образ, нағыз әкелердің образы деп құрметтеуге болады. Абайдай ұлды дүниеге әкелген үшін, тәрбиелеген үшін, текті қылып үлгі еткен үшін. Енді билік басында жүрген азаматтарға сын айту өте оңай, бірақ соны азаматтықпен көтере білу қиынның қиын екені рас қой. Сол заманда елдің ауызбіршілігін, салт дәстүрдің бекемдігін, ұлттық құндылықты, дінді насихаттап, мешіт салуы, ол кез келген адамның қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Сондықтан әрине Құнанбай образы ең биік образ. Рахмет. Бүгінгі конференцияда сіздер біріңізді толықтырып
ольга апайдың рамазанның жаңа інжудің әсеріңіздің бір біріңізді толықтырып жатсыздар да бір біріңіздің жаңағы тыңдай отырып бір біріңізді толықтырып алмасасыздар. Өте рахмет, өте жақсы конференция өтті деп ойлаймыз. Рахмет жанар, саған шығармашылық. Рахмет. Рахмет сіздерге.